Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 81-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару дөңгелек диаграмма. Бірінші есепте жауаптарды өз суретіне қарай дұрыс орналастырсаң, түсім туралы мақалды оқи аласың. Яғни бізде берілген жеміс жеріне қарай. Яғни бұл жерде бізде 9100 көбейтілген 30 тең болады. Бізде нөлдерді есептемей біз 91-ді 3-ке көбейтеміз. 3-ті 1-ге көбейтеміз 3, 3-ті 9-ға көбейтеміз 27 және нөлдерді санаймыз. 9100-дің 2 нөлі мен 30-дің 1 нөлін жазамыз. Сонда бізде 273 000 шығады екен. Жемісі 2500-ге көбейтеміз 30-ды, нөлдерді санамай есептейміз, сонда 7500 шығады. Жеріне 2000 көбейтілген 50, бұл жерде нөлдерді есептемейміз, сонда бізде 100 000 шығады екен. Жеміс жеріне қарай. Екінші есеп. Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте. Секундпен, минутпен, миллиграммен, килограммен, метрмен, тоннамен. Яғни 30 минут 10 секундты біз секундпен есептейміз, 20 минут 5 секунд. Яғни 30 минут 10 секундымыз 30-ды 60-ға көбейтеміз, 10-ға қосамыз. 180 қосу 10, 190 секунд болады екен. 20 минут 15 секундымыз 1215 секунд. 2 сағат 40 минутымыз 160 минут. 3 сағат 25 минутымыз 205 минут. 5 грамм 30 миллиграммымыз 5030 миллиграмм. 12 грамм 9 миллиграммымыз 12009 миллиграмм. 4 тонна 9 килограмм ол 4009 килограмм. 9 центнер 3 килограмм бізде 903 килограмм болады екен. Ережеге көңіл бөлейік. Сен өзара байланысты қандай шамаларды оқып үйренгеніңді есіңе түсір. Яғни бағасы, саны, құны. Бір бұйымға жұмсалатын шығын саны материалдың жалпы шығыны. Бір заттың массасы саны жалпы массасы. Жылдамдық, уақыт, арақашықтық. Ұзындығы ені тіктөртбұрыш ауданы. Өнімділік, жұмыс уақыты, жұмыс өнімнің жалпы саны. Бұл формулалар өзара бір-бірімен байланыста болатын еді. Енді үшінші есептерді шығар, есеп шығаруға пайдаланылған формулаларды жаз. Бізде жылдамдық, уақыт, арақашықтық берілген. Жылдамдық 60 км/сағат, уақыт белгісіз, арақашықтық 600 км. Енді уақытты табу үшін арақашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 600-ден 60-ты бөлсек, 60-тың 1 нөлі мен 600-дің 1 нөлі қысқарады, сонда 10 сағат. Екіншісі, жылдамдық, уақыт, арақашықтық берілген, арақашықтық белгісіз, жылдамдық пен уақыт белгілі. Яғни бізде жылдамдық 50, уақыт 6 сағат, арақашықтық белгісіз. Арақашықтық табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 50-ге 6-ны көбейткенде 300 км. Үшіншісі, бізде арақашықтық 840, уақыт 12 сағат, жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықтан уақытты бөлеміз. 840 бөлеміз 12, 70 км/сағат болады екен. Төртінші есеп, диаграмма қара, сұрақтарға жауап бер. Бір жыл ішінде қандай күндер бәрінен көбірек? Яғни бұл жерде әртүрлі түсті диаграмманы әртүрлі түспен белгіленген. Бұлтты, ақшыл көк түспен, қар, жаңағы қою көк түспен, жаңбыр және ашық сары түс, ол ашық деген білдіреді екен. Қарап тұрсақ, бізде ашық сары түс өте көп. Ең бір жыл ішінде ашық болатын ауа райы өте көп болады екен. Ал бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер? Бұлтты күндерше, қарлы күндерше. Яғни бізде бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер? Бұлтты күндерше, қарлы күндерше дейді. Ашық күндер 2-ден 1 бөлігі, міне, тең жартысы 2-ден 1 бөлігі, бұлтты күндер 4-ден 1 бөлігі, міне бұлтты күндер 4 жаңағы мезгілдің 1 бөлігі. Қарлы күндер 8-ден 1 бөлігі. Қарасақ, қарлы күндер
Енді жылы шамамен қанша күн болыпты? Жылына шамамен қанша күн болыпты? 5-ші есеп. Есептегі мәліметтерді диаграммада көрсет. Дәптерге диаграмма сызып, берілген мәліметтерді жаз, есепті шығар. Айран 8-ден 1 бөлігі, және 8-ден 1 бөлігі клей. Егер фермада 60 литр өнімдерінің, яғни барлық өнімнің жартысы сүт өнімдері де, яғни 60 литр, бұл 2-ден 1 бөлігі. Айран 4-ден 1 бөлігі. Майлы айран 8-ден 1 бөлігі, клей 8-ден 1 бөлігі. Яғни бұл жерде 60-ты көбейтеміз 2-ге, 120 литр барлық өнім. 120 литрді 4-ке бөлеміз 30 литр, бұл айран. 120-ны 8-ге бөлеміз 15 литр, бұл майлы айран. 120-ны 8-ге бөлеміз 15 литр, бұл клей. Фермада айран 30 литр, майлы айран 15 литр, клей 15 литр шығарады екен. 6-шы есеп. Есеп бойынша дөңгелек диаграмма сызып, оны шығар. Бақшаның пішіні тік төртбұрыш тәрізді. Оның ұзындығы 240 метр, ал ені одан 4 есе кіші. Бақшаның бар яғни А 240 метр, ауданы жалпы, ауданы В белгісіз, бірақ 4 есе кіші ауданынан. С белгісіз. Қызанақ 4-ден 1 бөлігі, қияр 4-ден 1 бөлігі ауданынан. Картоп 2-ден 1 бөлігі, жалпы ауданынан. Енді 240 ені S-ті табу үшін А-ны көбейтеміз В-ға. 240-та 14400-ді бөлеміз 4-ге. 14400-ді бөлеміз 4-ге, 3000 бар. 14400-ді 2-ге бөлеміз 7200 метр квадрат. Жауабы: қызанақ 3600 метр квадрат, қияр 3600 метр квадрат, картоп 7200 метр квадрат ауданда алып жатыр екен. Есептейміз, ауызша есептейміз. Яғни 200-ге 41-ді көбейткенде 2-ге 41-ді көбейтеміз. Қанша 0 бар, сонша 0 жалғаймыз. 2-ге 41 82, 5 0 бар, 5 0-ді жалғағанда бізде 8.200.000-ге тең болады екен. 3200-ге көбейтеміз 20.000-ді, 32-ге 2-ді көбейтеміз 64, және 6-0 жазамыз. Яғни 6.400.000, 64 миллионға тең болады екен. Тағы 27.000 бөлеміз 900. Бұл жерде бізде нөлдер қысқарады. 900-де бөлінуде қанша 0 болса, сонша 0 қысқарылады. Яғни 900-дің 2 нөлі мен 27-ның 2 нөлі қысқарылады. Сонда бізде 270-ті 9-ға бөлгенде 30 шығады екен. Дәл осы түрде қалған есептерді де өзіміз нөлдерді есептемей ауызша орындауға тырысайық. 8-ші есеп. Кесте бойынша есептер құрастыр. Олардың әрқайсысына 2 кері есептен құрастыр. Бізде бағасы 2500 теңге, саны белгісіз, құны белгілі 5000 теңге. Бір ойыншық 2500 теңгеден төленді, 5000 теңге сатып алынды. Қанша данайы? Яғни 5000-ді 2500-ге бөлеміз 2 дана. 2 дана ойыншық сатып алынды.
келесеп бір ойыншық 2500 теңге, екі ойыншық қанша теңге? 2500-ді көбейтеміз 2-ке, сонда екі ойыншық 5000 теңгеге тең екен. Дәл осы түрде қалған есептерге де біз кері есеп құрастырып шығарамыз. Екіншісінде бізде бағасы белгісіз, саны белгілі, құны белгілі. Үшіншісінде бағасы, саны белгілі, құны белгісіз. Осы есептерді шығарып, кері есептер құрастырып шығарамыз. 9-шы есеп. Әрбір сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жаз. 12, 23, белгісіз сан 45, 56. Қандай заңдылықтар бар? Соны табуымыз керек. Яғни, бұл біріншісінде 12, 23, 34, 45, 56. Келесі сан алдыңғы санды 11-ге арттырғанға тең. Яғни, әр 12-ге 11-ді қоссақ 23, 23-ге 11-ді қоссақ 34, 34-ге 11-ді қоссақ 45, 45-ге 11-ді қоссақ 56. Дәл осы түрде 11-ді арттырып кете береді екенбіз. Дәл осы түрде әсін, бұсын, вұсын шығарамыз. Қандай заңдылықтар? Ені 30 метр. Осы бақша ауданының 10-нан 1 бөлігіне сәбіз, ал қалған бөлігіне қызылша мен орамжапырақ егілген. Егер 900 метр жерге қызылша егілген болса, онда орамжапырақ қандай ауданды алып жатыр? Бізде ауданы 72 метр, ені 30 метр. Сәбіз қанша екен деп сұрақ, 10-нан 1 бөлік. Қызылша 900 метр бар. Орамжапырақ қанша болады? Эсті табамыз. Эсті тапсақ, біз аны тексеріп ұзындығы 72 метр. Ауданын табамыз бір. 72-ні 30-ға көбейткенде 2160 метр квадрат. 2160 метрді бөлеміз 10-ға, 216 метр квадрат. Сәбіз, енді өрнек жазатын болсақ, бізде 2160 азайтамыз. Жақшаның ішінде 900 қосамыз, 216 тең 1044 метр квадрат. Орамжапырақ алып жатыр екен.